Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 90 сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 23-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз жаңа күн деген мағына береді. Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түн теңеледі. Әз күн мен түннің теңелер сәтінде жүріп өтетін ерекше бір гуіл. Әз болмай, мәз болмайды деген сөз содан қалған. Әз өткенде күллі тіршілікке жан бітеді. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Наурызда күн мен түн теңеледі деп неліктен айтылатынын дереккөздерден біліп ал. Наурызда күн мен түннің теңеледі. Бұл жердің күнді айнала қозғалуына байланысты болатын табиғи құбылыс. Бұл кезде жердің осі күнге қатысты дәл 90 градус бұрышта орналасады. Нәтижесінде күн мен түннің ұзақтығы бірдей болады. Яғни балалар, қыста біз күніміз қысқа болады да, түніміз ұзақ болады, иә? Ал көктемде сол күн мен түн тең бірдей болады екен. Содан кейін жазға қарай күн ұзарып, түн қысқара бастайды. Келесі тапсырма: мәтіндегі зат есімдерді теріп жаз. Мәтіндегі зат есімдер наурыз, күн, түн, әз, сәт, гуіл, сөз, тіршілік және жан деген сөздер. 24-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсаң жол болсын, не тілесең сол болсын. Өлеңнің авторы Оразақын Асқар. Тапсырмаға назар аударамыз. Зат есімдерді тауып, астын сыз. Бұл жерде зат есімдер ұлыс, ақ және жол. Осы 3 зат есімнің астын сызамыз. 25-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Т-дан бастасаң дақылдың бірі, ол бізде тары. С-дан бастасаң бояудың түрі, шешуі сары болады. Енді тапсырмаларға назар аударамыз. Тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесің? Тарыдан жент, талқан, майсөк, тары ботқасы тағы басқа да тағамдар жасалады. Жұмбақ жауабындағы сөздердің қайсысы зат есім? Тары деген сөзге не деген сұрақ қойылады, сол себепті тары деген сөз зат есім болып табылады. Шығармашылық үзіліс. 26-шы жаттығу. Оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз. Лақ деген сөзден қал деген сөз шығады. Түс деген сөзден сүт, кіші деген сөзден ішік, қысым деген сөзден мысық, таза деген сөзден азат деген жаңа сөз шығады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар және достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сау болыңдар.